Сәлеметсіздер ме мәліметтер каналы оқырмандары. Бүгін сіздермен аш қарынға су ішудің 9 пайдасын айтатын боламыз. Бұл өте маңызды тақырыптардың бірі. Көп жерде айтылғанмен көп адамдар қолдана бермейді. Ал кеттік ендеше. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Ең бірінші, ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екіншіден, көңіл-күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоционалдық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшіншіден, жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан сұйықтарының түзілуіне пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолын ауруларын алдын алады. Төртіншіден, асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдылықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйытады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Бесіншіден, зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30% арттырады. Алтыншы, тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе, тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға 1 стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болуы үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Сегізінші, бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күні бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералдар сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алуға болады. 9. Иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарынан төзімді болуына көмектеседі. Су адам миына қалай әсер етеді? Су адам өмірінің ажырамас бөлігі болғандықтан кез келген адам күніне 2 литр су ішу керек. Бұны барлығымыз білгенімізбен барлығымыз орындай бермейміз. Су мидың қызметін арттырады. Шығыс Лондон университетінің қызметкерлері осындай шешімге келген. Кезекті емтиханға бір топ студент 1 шыны су ішіп кірген. Олар бұл жол алдыңғы емтихандарына қарағанда 10% дұрыс орындаған екен. Су қуат береді. Судың адамға берер тағы бір пайдасын Шығыс Лондон университетінің доценті Крис Паусон дәлелдеген. Судың адам ағзасына қуат беретін ерекше күші бар екен. Денеміздегі судың қалыпты мөлшерін үнемі бұзып аламыз. Ағзадағы сұйықтықтың аздығы адам өміріне кері әсер етеді. Ми денеге ағзаның құрғағаны туралы хабар таратса, дене әлсіреп талықсу пайда болады, дейді зерттеуші. Шаршап жалдыққанда немесе бас айналудың, әлсіздіктің алдын алу үшін 1 шыны су ішкен дұрыс. Және су ішудің тағы да бір артықшылығы, қазіргі таңдағы көп әйелдердің бойлы десек болады, салмақ тастауға көмектеседі.
Салмақты тез түсіру үшін суды қай кезде ішу керектігі жайлы ғылыми деректер бар. Америкалық ғалымдары суды қай уақытта ішкенде салмақ түсетіні жайлы жаппай зерттеу жүргізді. Ғалымдар зерттеуге келгенде қатысушыларды екі топқа бөлді. Онда қатысушылардың алғашқы тобы тамақтанудан жарты сағат бұрын 1 стакан су ішуге міндеттелсе, ал екінші топтағылар әдеттегідей күнделікті қалыппен ішуі тиіс болды. Бірақ екі топтағылар да есеп бойынша қанша су ішу керек еді сонша ішті. Ал тәжірибенің қорытындысы бойынша суды тамақтану алдында ішкендер екінші топтағыларға қарағанда орта есеппен 3 келі артық салмақ жоғалтты. Жалпы түсінік бойынша су асқазанды толтырғандықтан тиісінше асқазанға аз мөлшерде ғана тағам сияды. Бірақ біз тек судың арқасында ғана арықтамаймыз. Біз суды дұрыс ішкеннің арқасында барлық зат алмасу процестері, соның ішінде майдың ыдырауы жеделтіледі. Тамақ ішкіңіз келгенше бірден 1 стакан су ішіп өзіңізге шағын тәжірибе жасап көріңіз. Мүмкін ағзаңыз осындай жолмен өзіне тамақ емес су жетіспейтінін көрсеткісі келген шығар. Айта кету керек, диетологтар бәрінен де ең маңыздысы таңертең аш қарынға 1 стакан су ішу керек дейді. Жарты сағат бұрын болмаса да тамақтанудан кемінде 15 минут бұрын аш қарынға асықпай 1 стакан су ішу керек. Егер асқазанның қышқылдығы қалыпты болса, лимонның жартысын сығып суға қоссаңыз болады. Бұл зат алмасу процестерін жалпы бүкіл ағзаны оятуға көмектеседі. Суды күніне 1-1,5 литрден біртіндеп дұрыс ішу керек және бірте-бірте ұсынылған мөлшерге дейін жеткізу қажет болады. Және су ішудің тағы да пайдасы қысымды реттейді, аллергияны бақылайды, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді, шаштың жылтыр болуына қамтамасыз етеді. Өзіңіз суды ішуді мәжбүрлеу керек пе деген сұрақтар туындап жатады. Көптеген адамдар егер су ішкім келмесе, өзімді қинап іштіруім керек пе деп сұрайды. Мұндай кезде мамандар адам өзін қинау керек екенін айтады. Әрине, күшпен ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тек қана бірте-бірте су ішуді үйрену керексіз.